Осы бір стакан сумен құрамына сүт те қоспай қарапайым ғана заттан ауызда еритін үлпілдек торт дайындаймыз. Өте оңай дайындалады. Алдымен ыдысымызға бір стакан суды құйып қайнатып, сары майды салып ерігенше араластырамыз. Шым-шым тұз қосамыз және бір стакан ұнды салып араластырамыз. Қою масса болады. Сол кезде жақсылап суытып, содан кейін барып үстінен жұмыртқаны біртіндеп отырып салып венчикпен араластырамыз. Сонда бізде бір қалыпты осындай масса шығады. Енді кондитерлік мешокқа салып противенге сығып орналастырамыз. Кондитерлік мешок болмаса, кәдімгідей қасықпен де осылай салып шықсаңыздар болады. Қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанша пісіріп аламыз. Енді креміне сгущенка бір банка және 15-20% қаймақты салып араластырып, тоңазытқышта жарты сағат ұстасаңыздар, креміңіз одан сайын керемет қою болып шығады. Немесе бірден мен секілді дайындай берсеңіз де болады. Печеньемізді салып араластырып, бірден тарелкаға осылай орналастыра береміз. Енді тортымызды әрлеу үшін, одан сайын дәмін аша түсу үшін Хазела До осындай шоколадная пастасын қолдандым. Ерітіп, үстінен әдемілеп құйып шықтым. Осындай кереметтей тәтті тортпен байчик классикалық түйіршіктелген қара цейлон шайымен іштік. Құрамында ешқандай да бояғыштары жоқ, қанық түске ие. Міндетті түрде осы рецепті жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.